Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім. Сіздердің назарларыңызға бүгін дүниежүзі тарих пәні бойынша ұлттық тестілеу орталығы ұсынған 100 датының бірінші бөлімін ұсынатын боламын. Сонымен кеттік, бастаймыз. Сонымен бізде бірінші ол біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші мыңжылдық, қызықша біздің заманымыздың 5-ші ғасыры ежелгі шығыс өркениеті тарихы кезеңі. Бұл енді аталмыш дата, бұл бізде 10-шы сыныптың ежелгі дүние енді мына бөлім айтылатын кітаптың бас жағында келетін өркениеттерге алғаш тоқталғаннан кейінгі тақырыптардың басында. Сонымен 4-ші мыңжылдық, сызықша БЗ 5-ші ғасыр ежелгі шығыс өркениеті тарихы кезеңі. Бұл мезетте БЗБ сонымен 4-ші мыңжылдықта бір мезгілде сонымен қос өзенде, біз айтатын Тигр мен Ефрат өзенінің аралығында, Египетте Ніл өзенінің бойында, Хуанхэ және Янцзы деген Қытайдың территориясында және Үнді және Ганг деген өзендердің бойында әлемдегі ең ірі өркениеттердің негізі қаланған. Барлығы сонымен бір сценариймен кетеді. БЗБ 4-ші мыңжылдықта сонымен бірнеше қала мемлекет болады. Олардың арасында біреуі күшейіп шығады, кейін қалғандарын бағындырып, бір орталыққа бағынған кейін мемлекет құрылады. Енді мынау деген сонымен сол мемлекеттердің пайда болуынан бастап, қала мемлекеттердің неге БЗ5 дейтін болсаңыз, бұл бізде 476 жыл Рим империясының құлаған жылмен аяқталады. Келесі, екінші дата ол біздің заманымыздан бұрынғы 1792-1750 жылдарда Хаммурапидің Вавилонның атақты патшасы болған, яғни осы Вавилонды басқарған уақыты. Бұл Хаммурапи тарихта өзі деген Хаммурапи заңдары деген өзінің бүкіл жалпы мемлекеттік заң шығаруымен аты қалды. Ол енді 282 баптан тұрған деп келіп жүр бізде жазбаша деректерде. Ол өзінің өте қаталдығымен ерекшеленеді бұл заң, және онда басты бағаланған товар ретінде ол уақытта енді құлдарды өте қатты бағалаған, және ең басты кәсіп ол көп суреттелетін, бұл заңда сипатталатын бұл егіншілік кәсібі екен. Келесі бізде ол үшінші сұрақ, үшінші дата немесе біздің заманымыздан бұрынғы 1280 жыл, бұл Египет пен Хет мемлекеттері арасындағы әлемдегі тұңғыш бітім шарт. Ұмытпасам, осы аталған сұрақ бұл деген осы мына биылғы оқушылардың жазғы ұлттық тестілеу ұбт-да келді, қысқасы бірыңғай тестілеуде келді. Жалпы бұл екі мемлекет, Египет пен Хет мемлекеттері, енді Хет деген мемлекет бұл қазіргі мына кіші Азияда Түркияның территориясында орналасқан. Сол екеуінің арасында Сирия жері үшін, Сирия деген ол таяу шығыста, Сирия жері үшін 14-ші ғасырдың аяғында тарих талас басталады. Сөйтіп 14-ші ғасырдың аяғында Египет пен Хет мемлекеті Сирия жері үшін таласып, ақыр соңында БЗБ 1280 жылы Египет пен Хет Сирияны өзара бөлісіп алады. Енді картаға қарасаңыз түсінікті болады, ол жерде Хет мемлекеті сонымен Сирияның солтүстігін иеленеді, ал Сирия мемлекетінің оңтүстігін бұл Египет иеленіп, осылайша екеуінің арасындағы соғыс бітіммен аяқталады. Оның алдында бұрын бізде ескі базаларда Кадеш қаласының түбіндегі қырғын келетін еді. Мәліметтер өте көп болатын. Қазір оны кішкене қысқартып береді бізде. Келесі 4-ші дата ол біздің заманымыздан бұрынғы 509 БЗБ 27 жыл ежелгі Рим тарихындағы республика кезеңі. Енді оқушылардың барлығы бізде біледі деп ойлаймын. Егер сіз 5-ші сыныпта оқысаңыз да, немесе 10-ші сыныптың бастаңғы кезеңді оқыған болсаңыздар, бұл өте көп айтылады. Жалпы Рим тарихындағы сонымен үлкен 3 кезеңнің болғандығын біздер білеміз. Ол бізде патшалық кезең, БЗБ 753, сызықша 509. Сосын жаңа біз айтып отырғанда 100 датада бар БЗБ 509, сызықша БЗБ 27 жыл. Бұл бізде республика кезеңі деп аталады. Республика кезеңі, жалпы республика деген сөздің өзі, бұл латынның репаблик деген сөзінен шыққан. Репаблик, яғни қоғамдық іс. Публика деген сөзден ұстап алуға болады. Яғни бұл немен түсіндіріледі дейтін болсаңыз, республика деген сонымен биліктің ауысып отыратындығымен түсіндіріледі, және республиканы басқаратын адамдар белгілі бір мерзімге сайланады. Демократиялық жолмен. Осы басты критерий. Одан кейін енді неге БЗБ 27 келіп тірейді дейтін болсаңыздар, оны азамат соғысын тоқтатқан Октавиан Августтың тұсында кейін Рим тарихындағы соңғы кезең, бұл императорлық кезең басталады. Содан ол деген БЗБ 27-тен басталып, БЗБ 27 сызықша БЗ 476, яғни Батыс Рим империясы құлағанға дейін созылады. Келесі 5-ші дата бұл біздің заманымыздан бұрынғы 336-323 жылдары Македондық Александрдың билік еткен жылдары. Жалпы бұл Македондық Александр біздің заманымыздан бұрынғы 356 жылы дүниеге келген, енді 2-ші Филипптің баласы. Баршаңыз білесіздер, бұл туралы Абай өзінің Ескендір деген поэмасында жазады. Жасы әрең 21-ге толды деп береді. Бұнда енді қарайтын болсаңыздар,
20 жасында таққа отырған, кейін 21 жасында сөйтіп толық ары қарай шығысты бағындыруға кірісетін еді. Келесі енді 6-шы дата ол біздің заманымыздан бұрынғы 221 жыл Қытай аумағындағы алғашқы орталықтанған мемлекет Цинь империясының құрылған уақыты. Мұқият назар аударармыз. Енді келесі біздерде мынандай мәселе, сонымен бұл Қытай аумағындағы алғашқы орталықтанған мемлекет, бұл ежелгі дүниеде, сонымен БЗБ 221 деп тұрмын жерде. Орта ғасырмен шатастырмаймыз. Енді оның алдында біз бәріміз білетін, ол 10-шы сыныптың бізде кітабында келеді, мына ежелгі Қытай өркениеті деген тақырыпта әуелгі бізде Ся деген әулет болған. Бұл енді мифтік кейде болып болмағаны белгісіз, бірақ оның бір патшасы болды бізде. Ци деген сондай үлкен бір қатыгез патша болды деп келеді. Одан кейінгі кезеңде бізде Сядан кейін сонымен Шань-Ин деген кезең кетеді. Шань-Ин деген кезең кетеді. Содан кейін бізде Чоу деген патшалық кетеді. Одан кейін барып бізде осы Цинь, содан кейін барып Цинь мемлекеті құлағаннан кейін оның орнына Хань деген әулет келеді. Сонымен ежелгі дүниеде Қытайдың әулеттері сонымен бітеді де, енді кейін ол орта ғасырдағы әулеттер ол бөлек айтылады. Сонымен Қытай аумағындағы алғашқы орталықтанған мемлекет ол Цинь империясы, оның негізін қалаған Инчен деген кісі. Сонымен оны Инчен біріктіреді және Цинь Шихуанди деген атақты алатын еді. Келесі 7-ші дата ол біздің заманымыз. Енді осы жерде біздер мұқият боламыз. Бізде алғашқы 5 дата бұл тек қана ежелгі дүние кезеңі, алғашқы 6 дата бізде ежелгі дүние кезеңі бойынша берілген. Мына жерден былай қоршап қоюға болады. Ежелгі дүние. Енді келесі біздерде 6-шы бұл, кешіріңіздер, 7-ші дата бізде біздің заманымыздың 395 жылы ежелгі Рим империясының батыс және шығыс болып екіге бөлінетін кезі. Бұл бізде енді Рим тарихындағы бірінші Феодосий деген император өледі. Оның орнына Аркадий және Ганорий деген екі баласы таққа таласып, өзара империяны үлкен екі бөлікке бөліп тастайды. Енді бұл мәлімет оқушылар негізінен мына Айтбайдың кітабынан көрі, 2017-2018 жылдары шыққан ол кітаптан көріп, Көкебаеваның кітабында өте жақсы жазылған бұл тақырыптар қарап алсаңыз болады. Сонымен 395 жыл біртұтас болып тұрған Рим империясы екіге бөлінді, батыс және шығыс. Батыс сонымен 476 жылға дейін өмір сүреді, шығыс Рим империясы кейін ұлы Ромейлер мемлекеті деп аталады, немесе жазба деректерде Византия деп атала бастайды. Бұл енді 1453 жылға дейін өмір сүреді. Сонымен бірінші Феодосий өлді, тағы да қайталап айтамын, Рим империясы екіге бөлінді. Және бұл бірінші Феодосийдің тарихта қалғаны бұл 381 жылы осының тұсында, бірінші Феодосийдің тұсында христиан діні мемлекеттік дін болып жарияланған. Келесі 8-ші дата ол біздің заманымыздың, яғни енді біз деп айта береміз біздер қарай 476 жыл батыс Рим империясының құлаған уақыты. Ең соңғы император Ромул Августус. Бұл енді батыс Римнің екі қолбасшысы болып келетін, шыққан тектер негізі герман тайпаларынан шыққан Орест пен Одоакрдың арасындағы таққа талас деп айтуға болады. Сонымен германдық қолбасшы Орест өзінің баласын Ромул Августусты таққа отырғызады. Оны ұзақ отырады деп ойлаған, алайда сонымен Одоакр қысқасы үлкен талап қойып, айналғанда батыс Рим империясы құлайды осылайша. Келесі сонымен 9-шы дата ол бізде 481-511 жылдар Франк мемлекеті мен Меровингтер әулетінің негізін қалаушы король Хлодвигтің билік құрған жылдары. Мінекей Хлодвиг. Енді бұл Хлодвиг туралы бізде Айтбайдың кітабында мүлдем жоқ деуге де болады. Тек кітаптың алғашқы ашқан мұқаба ішкі бет жағында ғана бар, ол хронологиялық кестенің ішінде бар. Ал енді Хлодвиг туралы тереңірек бұл Көкебаеваның кітабында айтылады. Бірақ не екенін білмеймін, бұл енді сонымен 481-511 бұл ең бірінші мына 100 дата ұсынылған датаның ішінде де болды, әлі дейін келе жатыр. Енді осы жерде сәл тоқталып кетейік. Сонымен батыс Рим империясы құлағаннан кейін бүкіл биліктің барлығын, сонымен франктерден шыққан атақты Меровинг әулетінің сонымен үлкен бір негізін қалаған Хлодвиг деген бүкіл Рим империясының территориясын сонымен өзіне бағындыруға тырысады. Сөйтіп бүкіл франк мемлекетінің барлығын өзінің қол астына жинайды. Бұл енді Хлодвигтің әулеті келіп мына кімнің тұсында жойылады. Портық Пепенің тұсында олар биліктен кетеді. Ол уақытта олар деген жалқау корольдер деп аталған. Олар мемлекеттік іспен араласудың орнына мемлекеттік істі ысырып қойып, өздерінің әртүрлі шаруаларымен айналысқан үшін олардың кезінде не істеген шығарсыздар деп ойлаймын енді, майордомдар күшейіп, кейін олар императорлық билікті тартып алатын еді. Енді кейбір теорияларға сәйкес жалпы Меровингтер бұл жойылған жоқ, бұлар әлі дейін бар деген сондай
алып қошпа сөздер бар. Келесі сонымен 10-шы дата ол бізде 451 жыл Каталаун шайқасы атақты. Бұл енді қазіргі мына Францияның, яғни ол уақытта Галия деп аталған, соның территориясында болған. Бұларда басты қарсыластар бұл Рим қолбасшысы Аяций және Ғұн патшасы Аттила екеуі сонымен шайқасады. Енді кімнің жеңіп, кімнің жеңілгендігі туралы бізде нақты дерек жоқ, бірақ көп деректерде айтылады, бұл Ғұн патшасы Аттила шегінуге мәжбүр болды дейді соғыста. Бұны кейде сонымен халықтар шайқасы деп атайды, себебі Еуропада қандай халық болды, соның барлығы бұл шайқасқа қатысқан екен. Келесі 11-ші дата бұл 570-632 жылдар ислам дінінің негізін қалаушы сонымен Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, яғни біздің сүйікті пайғамбарымыздың өмір сүрген жылдары. Бұл енді адамзат тарихында үлкен бір өзгеріс әкелген кезең болып есептеледі. Келесі 12-ші дата бұл бізде 882 жыл Киев Русі мемлекетінің құрылуы. Енді осы жерде бұл жалпы енді Киев Русі мемлекетінің құрылуының уақыты бұл негізі мына Олегтің тұсына сәйкес келеді. Бұл Рюриктің туысы деп береді бізде кітапта. Жалпы енді мына осы Рюрик әулетінің бұл Киев Русін басқаруға шақырылған уақыты ол 862 жыл. Осындай даталарды сонымен шатыстырып алмайық оқушылар. Келесі бізде 13-ші дата ол 11-ші ғасыр, сонымен салжұқтардың кіші Азияны жаулап алуы. Яғни ағайынды сонымен Тоғырлы және Чағырлы бектер қазіргі Әзербайжан, Иранның территориясын басып өтіп, сонымен мына араб халифаты, ол уақытта енді Бағдат халифат деп аталады. Аббасидтер басқарып отырған солардың жерлерін шабуыл жасайды. Кейін Алып Арсланның тұсында Византияның территориясына шабуыл жасалып, сонымен Сирия мен Палестинаны Алып Арслан тартып алады. 1071 жыл Мансикерт деген шайқас. Келесі 14-ші дата 1236-1242 жылдар бұл Бату ханның шығыс Еуропаға жорығы, немесе бұны базада көбінесе 7 жылдық жорық деп береді. Бұл құрылтай, жалпы осы жорыққа шығудың өзі 1238 жылы құрылтайда анықталған. Бату деген кім дейтін болсаңыз, бұл Бату жошының екінші баласы, яғни Шыңғысханның немересі. Шыңғысхан жошы, одан кейін Бату. Келесі біздерде ары қарай 15-ші соңғы дата бұл 1265 жыл ағылшын парламентінің құрылған уақыты. Парламент деген сонымен француздың парле деген сөзінен шығады. Бұл сословиелік өкілдік жиналыс деп те айтуға болады. Яғни корольдің ойына не келсе соны істеуін болдырмайтын, корольдің үстінен яғни қарайтын, сонымен жетекші орган ретінде құрылған. Оған енді 3-ші Генрихтің сол кездегі өзі кінәлі деп есептеледі, себебі 3-ші Генрих қарап жүрмей Италияға соғыс ашып барондардан табысының 1/3 бөлігін беруді талап етеді ғой. Соған наразы болған барондар 63-65 жылдары корольмен соғысып, яғни корольді жеңеді және 3-ші Генрих корольді өздерінің айтқандарына көндіреді. Осылайша 1265 жыл ағылшын парламенті шақырылады, ал оның алдында тағы бір құжат қабылданған, ол 1215 жыл қабылданған еріктіліктің ұлы хартиясы деп аталады. Екеуі негізі құжаттың негізі ұқсастығы өте көп. Жалпы бізде ол құжатты негіз тарихта бір үстірт қана қарап кетеді. Шындығында бұл негізі үлкен маңызға ие құжат. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.